Сіздер естіп пікір қылсын, үйленсін деп мәшһүр жүсіп көпейұлының мына бір есті әңгімесін бөлісуді жөн көрдім. Жапалақ деген құс болады, өзі 10 жұмыртқа табады, соның бәрін бірден жарып ұшырмайды. Екеуден жарып бала қылып ұшырады. Бәрін бірден жарып бала қылсам тамақ жеткізе алмаспын деп өзі намаздыгерден жоғары, бесінен төмен бірақ мезгіл ұшады. Алса бір тышқан алады, алмаса ол да жоқ. Сонда да құстың семізі осы болады. Себебі қанағат қылғаннан. Адам қанағатты содан ғибрат етіп үйреніп алса керек. Байғыз деген құс бар, кәріптілікті, бейшаралықты мойнын алып таста жатады. Қайда бұзылған ойрана жай болса сонда жатады. Су ішпейді, бидай тары жемейді. Аузына көлділең тістеген қылдан да жіңішке жалғыз шөп болады. Оны да жемейді, құрт істеп жүрсе керек. Қазақта бір сөз бар, тұрымтай екеш тұрымтай да тайлы биенің етін жейді деген. Бір тауыққа һәм дән керек, һәм су керек деген. Бір нәрсені қорек қылып жейтұғым болсам, соның әуресімен болып бейнетке қалсам керек деп сол үшін ешкімнің көзіне түспейді, жанға көрінбейді. Тақ Сүлеймен пайғамбарға барша құстар қызметкер құлы болғанда ол келмеген. Сонда Сүлеймен патша, не шумаған келмейсің дегенде, мен жалған дүниеден ешбір керек қылған нәрсем жоқ, сенен не іздеп келейін деген. Осы сөзімен құлдықтан халас болған. Адам мұны ойлап пікір қылу керек. Ұшқан құсты торға түсіретін, жүйрігаңды орға түсіретін тамақ екен. Жұтқан тамағына ие болған адам торға да түспейді, орға да түспейді. Осы күнгі адаммын деп жүрген адамдардың жауы егінің астында болып кетті. Ол жау не десеңіз, жұтқан тамақ. Жалғандан мазақты ақыретте азапқа түсіретін тамақ. Артық тамақтан тартынған бәрінен де халас болады. Ұнаса лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, осы каналға жазылыңыздар. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы.